Заңдылықтарды анықтау есептерінің 4-ші және 3-ші тапсырмаларына бастаймыз. 3-ші тапсырмасы сұрақ белгісінің орындағы санды табыңыз. 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15 және де бізде сұрақ белгі. Яғни мына жерде табуымыз керек болып тұр. 3-ке 1-ді қоссаңыз 4 шығады. 3-ке 1-ді қоссақ 4 шығады. 4-ке 1-ді қоссақ 5 шығады. Демек, мына жерде плюс 1 деген қосылып тұр, мына жерде плюс 1 деген қосылып тұр. 5-ке 1-ді қоссақ 6 шығу керек, бірақ 7 шыққан. Демек, мына жерде 2 саны қосылды, иә. Мына жерде 1 деген сан қосылды, мына жерде 1 деген сан қосылды, мына жерде 2 қосылып тұр, мына жерде де 2 қосылып тұр. Мына екеуінің қосындысынан 12 шыққан, демек, бұл жерде 3 деген сан қосылып тұр. 12-ден 15-ке бару үшін де 3 деген цифр қосылып тұр бізде. Енді қараңыз. 1, 1, 2, 2, 3, 3, демек 4, 4 деген сан шығу керек қой, 4, 4 деген сияқты. Демек, 15-ке 4-ті қоссақ 19 шығады. Есептің жауабы 19. Мына 19 деген бізде бар. Келесі 4-ші тапсырма. Заңдылықты бұзып тұрған санды тап дейді. Яғни мынау бір өзінің заңдылығымен тұру керек еді, бірақ соны бұзып жіберіпті. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 деп бару керек. Себебі мына жұп сандардан құралған тек қана. Демек, мына жерде 12 болу керек еді. Мына жерде 12 болу керек еді. Бұл жерде бізде 13-ті жазып қойыпты. Сол себептен заңдылықты бұзып тұрған сан ол 13. Яғни Д жауабы бізде заңдылық бұзып тұр. 5-ші тапсырма. Заңдылықты бұзып тұрған санды табыңыз дейді. Тағы да 1, 2, 3, 5, 7, 13, 21 и 34 деп барған екен. 1, 2, 3 дейді. Мына екеуінің арасында қосу таңбасын қойсақ былайына. 1-ге 2-ні қоссақ 3 шығады. Мына екеуінің арасында қосу таңбасын қойсақ 3-ке 2-ні қоссаңыз, яғни 2-ке 3-ті қоссаңыз 5 шығады. Мына екеуінің арасында қосу таңбасын қойсақ, мына екеуінің арасында қоссаңыз 8 шығу керек еді. Яғни мына жерде 8 болу керек еді. Енді 5 пен 8-дің арасында қосу таңбасын қойсаңыз 13 шығады. Ал 13 пенен 8-дің арасында қосу таңбасын қойсаңыз 21 шығады. 21 мен 2-дің арасында қойсақ 34 шығады. Демек, ол заңдылық орындалу үшін елге 8 түсу керек еді. Бізге бұл жерге 7-ні қойып қойған екен. Демек, заңдылықты бұзып тұрған сан ол 7 деген сөз. 6-ші есебіміз тағы да заңдылықты бұзып тұрған санды анықтаңыз деп сұраған екен. Енді қарап тұрсаңыздар, 4, 9, 16, 25, 37, 49, 64, 81. Осы сандар бізге таныс негізі 4, 9, 16 деген. Олардың барлығы қандай да бір сандардың квадраттарынан шығады. Бұл 2-нің квадраты, мынау 3-тің квадраты, мынау 4-тің квадраты, мынау деген 5-тің квадраты. Демек, мына жерге 6-ның квадраты түсу керек еді. Яғни 36 болу керек еді. Ал бұл жерге 37 деп жазып қойған екен. Сондықтан заңдылықты бұзып тұрған сан ол 37. Келесі 7-ші есепке кеттік. 7-ші есепте 1, 3, 3, 5, 7, 11 сандар тізбегінің 7-ші мүшесін тап дейді. Мынау 1-ші мүшесі, мынау 2-ші, мынау 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші. Демек, 7-ші мүше мынадан кейінгі тұратын сан деген сөз. Енді бұл жерде қандай заңдылық болу керек еді? Сол заңдылықты анықтап көрейік. 1-ге 2-ні қоссақ 3 шығады. 3-ке 2-ні қоссақ 5 шығу керек еді. Мына жерде дұрыс емес болып қалды. Ары қарай кеттік. Болмаса мына екеуінің арасында қосу таңбасын қойып көрейік. Егер мына екеуінің арасында қосу таңбасын қойсаңыздар, 1-ге 3-ті қоссақ 4 шығу керек еді, бірақ 4-тен 1-ге кеміп кетті. Мына екеуінің арасына қосу таңбасын қойсақ 6 шығу керек еді, 6-тан біреу аз болып тұр. Мына екеуінің арасында қосу таңбасын қойсақ 8, 8-ден 1 кеміген. Демек, бізде не істеген? Бұл есепті шығару барысында бізге 1 менен 3-ті қосып, қосындысынан 1-ді алып тастаған ғой. Сондан екеуінің қосындысы 4, 4-тен 1-ді алам 3. Келесі сан шықты, мына 3 шыққан екен. 3-ке 3-ті қосқан, арасына қосу таңбасын қойған, и содан 1-ді алып тастаған. Сонда 5 шыққан. Яғни 5-тің шығуы осылай екен.
Демек, мына жақтағы санды анықтау үшін 7-ге 5-ті қосып, 7-ге 11-ді қосады екенбіз. 7-ге 11-ді қосып, 7-ге 11-ді қосып азайтамыз 1-ді. 7-ге 1-ді қосатын болсаңыздар, 11-ді қосатын болсақ 18, 18-ден 1-ді алсаңыздар 17 қалу керек. Демек, тізбектің 7-ші мүшесі 17-ге тең. 17 деген біздің С жауабында тұр.